Бұл сабақта қысқаша көбейту формулаларына байланысты есептерді шығаратын боламыз. Бірінші мысал. Бұл жерде бөлшектің алымынан 3-ті жақса сыртына шығарамыз. Сонда 3 жақса сыртына шығады. Жақшаның ішінде А минус Б қалады. Бөлшек сызамыз. Бөлімінен мынау қысқаша көбейту формуласы бойынша жіктейтін болсақ, А минус Б және А плюс Б болып жіктеледі. Бұл жерден А минус Б мен А минус Б қысқартылып кетеді. Сонда 3 бөлінген А плюс Б болады. Екінші мысал. Өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұны шығару үшін алдымен ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім мына екеуінің көбейтіндісі болады. Сондықтан біріншісінің алымына 3х минус y-ті көбейтеміз. Ал екіншісіне 3х қосылған y-ті көбейтеміз. Сонда алымыны бөліміне жазып аламыз. 3х қосылған y көбейтілген 3х минус y. Мынаны жазатын болсақ, 3х минус y азайтылған 3х азайтылған y. Бұл жерден 3х пен 3х жойылып кетеді. Сонда алымында минус 2y қалады. Ал бөлімінде қысқаша көбейту формуласы бойынша мынаны көбейтетін болсақ, 9х квадрат азайтылған y квадрат болады. Жауабы осы. Үшінші мысал. Бұл мысалда бөлшектің дәрежесіндегі мына минустан құтылу үшін алымын бөлімін алымына ауыстырамыз. Сонда А квадрат минус Б квадрат алымына шығады. Ал А минус Б-ның квадраты бөліміне түседі. Сонда мына минус кетеді. Бір дәрежесін жазбай қойсақ та болады. Бұдан ары қарай қысқаша көбейту формуласы бойынша мынаны ашып жазатын болсақ, ол А минус Б және А плюс Б болып жіктеледі көбейткіштерге. Енді бөлімін бұлай жазсақ болады. А минус Б көбейтілген А минус Б деп квадратын осылай жазсақ болады. Бұл жерден А минус Б мен А минус Б қысқартылады. Сонда А плюс Б бөлінген А минус Б болады. Яғни жауабы осы. Төртінші мысал. Бұл мысалды шығарардан бұрын алдымен жақша ішіндегі амалдарды орындап аламыз. Яғни бірінші жақшаның ішінде ортақ бөлімге келтіреміз. Ол А плюс Б болады. Сонда біз наған А плюс Б-ға көбейтетін боламыз аны. Және мына жерде Б мен А минус Б-ның көбейтіндісіне тең ортақ бөлімі. Сондықтан біз былай істейміз. Бірді А минус Б-ға көбейтеміз, ал екіні Б-ға көбейтеміз. Ашып жазатын болсақ, А квадрат қосылған АБ болады. Азайтылған А квадрат азайтылған В квадрат болады. Бөлімінде А плюс Б болады. Тең А квадрат пен А квадрат қысқарады. Сонда АБ минус В квадрат бөлінген А плюс В болады. Яғни бұл бірінші жақшаның іші. Енді екінші жақшаның ішін жазатын болсақ, А минус Б болады. Қосылған 2Б бөлінген Б көбейтілген А минус Б. Бұл тең болады. Мынау қысқартылады. Сонда енді екеуін көбейте саламыз. Мына жерден бірден көбейте салайық. Көбейту ретінде көбейтілген А плюс Б мен А плюс Б қысқарады. Мына жерде мынау ашылып жазылатын болса, ол онда мына екеуінің көбейтіндісі АБ минус В квадрат. Яғни мына мен мынау тең болып тұр. Сондықтан бұлай қысқарта саламыз. Тең 1.
Яғни есебіміздің жауабы 1-ге тең. 5-ші мысал. Бұл жерде де өрнекті ықшамдау керек. Өрнекті ықшамдамас бұрын алдымен бірінші өрнектегі бөліміндегі а куб минус в кубты көбейткіштерге жіктеп жазып аламыз. Көбейткіштерге жіктейтін болсақ, ол а минус б және де а квадрат қосылған аб қосылған в квадрат болып жазылады. Енді бұл жерден мынамен мынаны қысқартып жібереміз. Сонда бізде мынау қалады. Оған қосылған а минус б бұдан 1. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі а минус в-ға тең. Сонда мынаған а береміз. 1 қосылған а болады. Жауабы осы болады. 6-шы мысал. Бұл жердегі 8-ді 2-нің кубы деп жазып алсақ болады. Сонда а куб минус 2-нің кубы деген сөз. Енді арғы жазайық. 2а қосылған 8 бөлінген. Мынаны ашып жазатын, көбейткіштерге жіктелген түрін жазатын болсақ, а минус 2 және де а квадрат плюс 2 қосылған 4 болады. Енді мына екеуін ортақ бөлімге келтіретін болсақ, ортақ бөлімі мынаған тең. Сондықтан біз а плюс 2-ке а минус 2-ні көбейтеміз. Сонда ортақ бөлім жазып қойық. Енді мынаны жазамыз. Мынаны көбейтетін болсақ, 1-ден а квадрат минус 4 деп жазсақ болады. Бұдан а квадрат қосылған 2 қосылған 4 шығады. Бұл жерден мынамен мынау қысқарып кетеді. Сонда а минус 2-ден 1 қалады. Жауабы осы болады. 7-ші мысал. Бұл есепті шығару үшін алдымен мына бөлуді орындап аламыз. Мына жерден 8-ді жақша сыртына шығарсақ, м квадрат минус 1 қалады. Мынаны ашып жазатын болсақ, 1 минус м және де 1 қосылған м квадрат болады. Енді мына бөлшек көбейтіліп, алымы бөлімі алымына ауысатын болады. Одан жақша сыртына 4 шығаратын болсақ, м плюс 1 болады. Енді бұл жерден мынамен мынау қысқарып кетеді. 4 пен 8 қысқарып 2 қалады. Бұдан ары қарай мына жерден алдына минус шығаратын болсақ, онда м минус 1 болады. Дәл осылай жазып алсақ болады бұны. Бұдан кейін көбейтілген м қосылған 1. Енді алымына келетін болсақ, 2 м квадрат минус 1, оны м минус 1, м плюс 1 деп жазсақ болады. Бұл жерден м плюс 1 мен м плюс 1, м минус 1 мен м минус 1 қысқарып кетеді. Сонда минус 2 қалады. Бұдан ары қарай м плюс 2, м плюс 1, мына жерде қосу дейді, мынау минус 2 болады. Ортақ бөлім келтіреміз. м плюс 1-ді көбейтеміз. Азайтылған 2, азайтылған 2 болады. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда минус м бөлінген м плюс 1 болады. Енді
осыны мынаған бөлетін боламыз. Минус. Бұл да ауысып түседі орындары. М плюс 1 болады, бөлінген 1 болып көбейтілген кезде. М плюс 1 мен М плюс 1 қысқарады, минус М болады. Яғни жауабы осы болады. 8-ші мысал. Бұл жердегі А-ның 4 дәрежесі минус Б-ның 4 дәрежесін былай жазсақ болады. А квадрат қосылған В квадрат көбейтілген А квадрат минус В квадрат деп жазсақ болады. Ал бұны мына өрнекті А минус В-ны және А плюс В деп жазсақ болады. Енді осыны апарып, мына жерге қоятын боламыз. Ал мынаны сәйкесінше А минус Б және А минус Б деп екіге бөліп жазбасақ болады. Бұл жерде А минус Б мен А минус Б қысқарады. Сонда ортақ бөлім А квадрат плюс В квадрат көбейтілген А плюс Б болады. Сондықтан біз Аға А плюс Б-ны көбейтіп, амалды ары қарай орындайтын боламыз. Көбейтеміз А квадрат плюс АБ. Мына жерде жақшаны ашатын болсақ, минус АБ және де қосылған В квадрат. Ал ортақ бөлімі А квадрат плюс В квадрат көбейтілген А плюс В. Енді мына мен мынау қысқарады, сонда А квадрат плюс В квадрат қалады. Ол мынамен қысқарып кетеді. Сонда А плюс В-дан 1 болады. Яғни жауабы осы. 9-ші мысал. Бұл жерде 9х пен 9-дің минус х дәрежесінің қосындысы 14 болса, 3х пен 3 минус х-дің қосындысын тап дейді. Бұны шешу үшін алдымен біз былай жазып алайық. 9х-ті былай жазсақ болады. 3-дің 2х дәрежесі. Ал 9-дің минус х дәрежесін 3-дің минус 2х дәрежесі деп жазсақ болады. Тең 14 деп қойайық. Одан ары қарай 3-дің х дәрежесін қосамыз, 3-дің минус х дәрежесін. Бұны қандай да бір А санына теңдеп алайық. Енді осыны табуымыз керек. Бұны табу үшін біз былай мынаны квадраттап көрейік. Бұдан ары қарай мынаны ашып жазатын болсақ, 3-дің 2х дәрежесі қосылған 2 көбейтілген 3-дің х дәрежесі көбейтілген 3-дің минус х дәрежесі қосылған 3-дің минус 2х дәрежесі тең А квадрат болады. Мына екеуінің көбейтіндісі 1-ге тең болады. Ал мына мен мынаның қосындысы 14-ге тең екенін белгілі мына жерден. Мына жерде қосылған 14-ге тең және қосылған 2 болады тең А квадрат. Бұдан А квадрат тең 16. Сонда А тең болады плюс минус 4-ге тең. Яғни мына қосындының мәні минус 4-ге не болмаса плюс 4-ге тең деген сөз. Жауабы осы болады.